бұқаралық спорттың 180 түрінен 180 түрі 3 есе қысқарды 60-қа түсіп. Мінеки енді 2026 жылдан бастап осы соның ішінде мінеки ұлттық спорт түрлерінен мінеки 5 асық, асық ату, жаңағы 9 малақта деген спорттар, қазақ күресі кіріп отыр осы 60 спорттың түріне. Яғни қаржыландыру бұдан да жақсы болып, біз сапарға көбірек шығып, спорттық бұйымдарды сатып аламыз деген сөз. Бұл жаңа бұқаралық спорт, жаңа асық ату, 9 малақ халықаралық деңгейде ойналып жатыр ма қазір? Ойналып жатыр. Мысалы, 9 малақтан 10 әлем чемпионаты өткізілді. 6 Азия чемпионаты. 3 рет, 4 рет әлем кубоктары, Азия кубоктары өткізілді. Ал асық ойындарынан 3 рет әлем кубогы, 1 рет әлем чемпионаты, Азия кубогы, Азия чемпионаттары өтіп жатыр. Асық ату, жаңа асық ойынына қандай ұлт көп қызығушылық танытады? Қазақтан басқаға. Асық ойындарына мінеки біздің көршілес мынау қырғыз, өзбек, мынау Ресейден Алтай, сосын Европадан мынау Румынияда Констанца деген қала бар. Сол жерде өткізілді 2 шара әлемдік деңгейде. Сол румындық мінеки спортшылар, сосын Европаның тағы біраз елдері қызығушылық танытып жатыр. 9 малаққа? Кішкене оның несі, географиясы кеңдеу тарады. Өткен мінеки бүкіл дүниежүзілік көшпенділер ойынында 41 елдің өкілдері қатысты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Әлем чемпионатына оқушылар арасында 2023 17 мемлекет өнер көрсетті. Енді биылғы мінеки кезекті 2025 жылы 17-23 қараша айында кезекті чемпионатқа барайық деп отырмыз. Әрине 20-дан артық ел қатысады шығар деген бізде сондай бір болжам бар. Ауылдағы қазір бұқаралық спорт түрі қалай дамып жатыр аға? Ауылдық спорт мінеки кеңес үкіметі тарағаннан кейін өлді, жатыр. Ауылдық спортты тірілту керек. Мен оны мынау қоғам кеңесінің мүшесімін. Осы бір мәселе көтеріп, сол спорт жұмысын, бұқаралық спортты ауданда қарастыру деген сондай бір күн тәртібінде мәселе көтеріп, соны қарастыру керек деп айтып отырмын. Оның енді ресми түрде қаралған жоқ, бірақ 2026 жылы қарауға тиістіміз. Ауылдық жерде ешқандай спорттық іс-шаралар, олимпиадалық түрлерінен де, жаңағы пара, Азия түрлерінен де, ұлттық спорт түрлерінен де ешқандай спорттық іс-шаралар өткізілмейді. Тек қана мектептерде, жаңағы жастар спартакиадасында, мына ұлттық мектеп лигасы пайда болды соңғы 4-5 жылдың ішінде. Сол мектептегі дене тәрбиесі мұғалімдері шұғылданып, сол жарысқа келеді. Оның өзінде барлық мектеп осы ұлттық мектеп лигасына, жастар спартакиадасына қатыса қоймайды. Аға, тағы да бір сұрақ сізге. Мынау көптен көтеріп жүрген бір мәселе бар. Ұзақ өмір сүру белсенділігі деген орталықты ашқыңыз келеді. Мақсатыңыз не сондағы? Белсенді ұзақ өмір орталығы мынау біздің облыс орталығы Көкшетау қаласында жұмыс істеп жатыр. Қыркүйек айында солардың жарысына барып келдік. Сол орталықпен таныстық. Орталық жақсы дамып жатыр. Келушілер көп, жүздеген адамдар бар. Оған сыймай да жатыр. Соңғы сөзінде Сарыарқа Мөлтек ауданында спорттық кешен ашылайын деп жатыр. Сол жерден орын береміз деді. Ал енді аудандарға келетін болсақ, аудандарда әлі жоқ. Біздің ауданда 2026 жылы аудан әкімі Арай Серікбайұлының айтуы бойынша қалайда болсын осы белсенді ұзақ өмір орталығы ашылады деген сөз бар. Белсенді ұзақ өмір орталығы ол мынау зейнеткер адамдарға айналды. Бірақ кейбір адамдардың сөзі бойынша бізге немене керек осы дейді. Мен бір кісімен сөйлестім. Мен айттым, белсенді ұзақ өмір орталығын ашса дұрыс болар еді. Керегі жоқ дейді. Неге десем айтады? Қазақтың кемпір шалдарын шошаңдатып, неге оны билетуіміз керек? Мен айттым, мәселе билегенде емес. Ол жерде сурет салатындар бар. Ол жерде стол теннисін ойнайды, тоғызқұмалақ ойындарын ойнайтындар болады.
дойбы, шахмат ойнайтындар болады. Өзінің қызығушылығын танытып, сол әр салада солай уақыттарын белсенді өткізуге арналған орталық. Сондықтан белсенді ұзақ өмір орталығы керек жоқ, не болмаса оның не керек деген сөз ол қате екенін дәлелдеген болдым. Жалғыз осы 7-ші мектепте ғана емес, сіз арман орталығында да жұмыс істейсіз. Ол жерде де біраз шәкірт тәрбиелеп жатсыз, қателеспесек. Жалпы қанша шәкіртіңіз бар қазіргі таңда? Енді менің еңбек өтілім биыл мектептің есігін ашқалы 47-ші жыл. 1979 жылы 1 қыркүйекте мына жерде Александр орта мектебі болды. Қазір ол мектеп Қаныш Сәтбаев атындағы Кеңесар ауылының мектебі. Міне содан бері білім саласынан қол үзген жоқпын. Қазіргі заманда мінекей арман орталығында ол мектептен тыс мекеме ғой. Ол жерде де менің шәкірттерім бар. Жаңа айттым ғой, 100-ден астам шәкірттерім бар деп. Соның бір бөлігі осы арман орталығында. Олар сол екі мекеменің де намысын бірдей қорғайды. Құрметті ағайындар, міне бұқаралық спортқа барынша үлес қосып, оқушыларын облыстық деңгейге, республикалық, халықаралық деңгейге шығарып жүрген Жұматай Базарұлымен сұхбатымызды аяқтадық. Аға, еңбегіңіз жемісті болсын, әрдайым толағай табыстарға тілейміз. Жеңістің шыңдарына көріне беріңіз, жүзге келіңіз. Амандықта келсек аға. Әумин, рахмет.